ақшам жетпей жүр. Скоро жұмыстан зарплата, премия бір нәрсе берер. И новый микрофон алармын. Сондықтан каналға жазылып кетіңдер. Сондықтан скоро новый видеолар болады. Ал бүгін бізде осындай жаңа ASMR мен көп такой звуки рук плюс жақсы сөздер айтқым келеді. Қазақшада көп әдемі сөздер бар. Негізі қазақ тілі маған өзіме қатты ұнайды. Мен соңғы кездері көп адамдарды байқаймын. Бұрын онша байқамайтын едім, бірақ қазір байқаймын. Көп адам қазақша дұрыс сөйлей алмайды екен. Мүмкін олар семьяларында, отбасыларында достары ешкім сөйлемейді. Менің отбасымда барлығы қазақша сөйлейді. Мен достарым қазақша сөйлейді. Мен үлкен қалада тұрсам да, Алматы деген қалада тұрсам да, мен өзім бүкіл жерде қазақша сөйлеуге тырысамын. Менің ата-анам ресторандарға, мейрамханаларға барған кезде сонда жүрген даяшыларға қарындас, алтыным, кешіріңіз, бауырым деп сөйлейді. Хотя менің ата-анам үлкен кісілер. Сондықтан барлығымыз қазақша әдемі, сыпайы сөйлесуді жөн көрейік. Өзіңіз ойлаңызшы, сізді алтыным, жаным, қарындас, ханым, мырза деп сөйлеген қандай әдемі. Қандай әдемі, я. Сондықтан барлығымыз қазақша жақсылап сөйлесуге тырысайық. Так. Маған тағы көп жазасыздар. Түріңді қашан көрсетесің деп. Білмеймін, мен өзім ойлаймын, менде 5000 подписчик болған кезде, мүмкін сол кезде көрсетемін. Мен өзім осындай әдемі камера қойып, соңғы кездері жаңа ASMR түсіретін қызды көріп жүрмін. Себасида ASMR, барлықтарыңыз көрсеңіздер болады. Маған сол қыз қатты ұнайды. Оның камерасы, оның микрофоны, түсіргені барлығы сондай әдемі. Себасидаға сәлем. Бірақ ол кісі көрмейтін шығар. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Жаным.
қазақша бір триггер таққым келеді ше. Өзім күнінде ойланамын, қандай триггер тапса болады. Кім біледі? Мен білемін, бір бұрынғы ASMR артистер, честно, қазір атын не помню, осындай туннель жасайды, осылай көп жасайды, и негізі очень приятно осылай.
әдемі